Сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Және де бүгін жасайтын салатым редька салаты. Біз ең алдымен редька керек, жұмыртқа, оливье, қара бұрыш, майонез және де піскен ет керек. Ең алдымен бізге редьканы терканың көмегімен осылай өткізіп аламыз. Жіңішкелетіп өткізіп аламыз. Осылай болады. Енді бұл редькаға кішкене қасықпен тұз салып, араластырып 1-2 минутқа қойып қоямыз. Бұл редькамыздың суы шығу керек. Және де піскен етімізді осылай соломка қылып осылай ажыратып аламыз. Осылай етімізді ажыратып алдық, соломка қылып, көп болады. Соломка қылғаннан кейін бұл 200 грамм ет мендегі. Енді бұны бір шетке қоя тұрамыз. Сосын піскен жұмыртқамызды осылай соломка ретінде турап аламыз. Бұл салат өте тойымды, жұмыртқасы бар, редькасы бар, арасында еті бар. Тойымды салаттардың бірі. Түскі асқа жасап жесеңіздер болады. Керемет салат болады. Енді редькамыздың осылай сығып, суын алып тастаймыз. Осылай суын алып тастаймыз. Сосын пиязымызды осылай турап аламыз, жіңішкелетіп турап аламыз. Бұл турап алған пиязды кішкене табаға май құямыз да, оливьеге май құямыз. Осылай пиязымызды қуырып аламыз. Пиязды қызарғанша қуырып аламыз әбден. Салатымызға бір ерекше дәм береді бұл пияз. Осылай қуырылған пиязды біз қағаз төсеп, қағазға салфеткаге салып төсеп аламыз. Өйткені пиязымыздың майын қағазға тастап кетеміз. Осы қағазға сіңіріліп қалу керек та, сіңіп. Пияздың өзі қалады сол кезде. Осылай төсеп қойып қойдым пиязды, майы сіңсін деп. Енді салатымызды бастаймыз. Енді редьканың суын тағы бір рет сығып аласыздар. Сосын редьканың үстіне пиязымызды салып, одан кейін соломка қылған етті саламыз. Одан соң жаңағы жұмыртқамызды саламыз піскен. Осылай слой-слой қылып сала бересіздер бірінің үстіне бірін. Сосын кішкене қара бұрыш, қызыл бұрыш болса салып жіберіңіздер. Және де оливьеге май құямыз кішкене қылып.
сосын араластырамыз. Енді осыны араластырып, әбден араластырып болғаннан кейін бір 3-4 қасық майонез саламыз. Өте керемет тойымды салат болып шығады. Осылай салатымызды араластырып аламыз майонез салғаннан кейін. Енді бұда майонезде де тұз бар. Енді шамалы шым тұз салсаңыздар болады. Кішкене себелеп салсаңыздар. Енді салатымыз дайын. Жасап тарелкаға салып жей берсеңіздер болады. Өте керемет салат шықты.